Хей, бәріңіздің достар, сіздермен бірге мен Опер. Короче, достар, бүгін мен Among Us түсіргім келді. Және мынау қандай ау екенді өзім білмеймін. Жаңадан бір бәле шығып кеткен, короче. Сөйтіп тұрғанда келді да, иә. Артынан өлтіріп кетті, достар, короче. Уже дегенде екі адам болып өліп қалдық. Бір андай нормально қылып, ұзақ қызықлы ойнағым келген еді да. Жоқ, келді да бірден өлтіре салды. Неге вот именно мені? Сөйтіп өздері ағылшынша жазып отыр екен. Не жазалым деп қарасам, дым да жоқ. Қарап отырмын, кімге голосовать ететінін. Және кімге деп ойлайсыңдар? Әрине біраз көрді, жаңағыдай мен өлтірген күлгін бандигі бар біреуге. Десем мынаған берді ғой. Короче, бұл импостер болды да. Бізде екі импостер қалды, достар. Әке мен елес болып жүрмін, короче, достар. Сөйтіп қалай айтсам болады. Нәрсе задание бар екен, задание орындап тастадым. Ең бірінші задание. Біріншісінен болмады, екіншісінен болмады. Ал төртіншісінен болды. Енді біткен кезде қайттан екі адам өлтіріп тастапты. Тағы да бір сол чатқа кірдім мен қазір. Чатқа кірсем ешкім жазбаған. Жазып бастады, әйтеуір өздері. Және де достар, сіздерден кешірім сұраймын, короче. Көп уақыт видео шықпауы мүмкін, және де шықпады. Айтпақшы, Рамазан мүбәрәк болсын. Ауыз бекіткендер ниеттерің қабыл болсын, армандарыңа жете беріңдер. Менде, короче, достар мынандай болып отыр ғой. Азан обедке дейін сабақ, сабақтан кейін жұмыс, кешке дейін ауыз ашқанша. Ауыз ашқаннан кейін тарападан кейін келіп жатып ұйықтаймын. Осылай бітіп жатыр мен күнім. Короче, алыншы ойынға келсек, екінші импостер таппады біздікілер. Барып мұнан жөнтейін ба десем, қатты да телефон мені лақты жерді. Короче, осымен бітті, достар. Және де бәріңе қош сау саламатта, аман есен жүре беріңдер. Қош сау болыңдар.